Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala бүгінгі күнімізді жалпы мұсылман әлемі үшін хайырлы және берекетті қылсын. Бүгін сіздермен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадис шарифін қысқаша ашықтаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай деп бұйырады: Ни'матани, екі нығмет бар. Аллах субханаху ва тааланың адамзатқа, жалпы құлдарына бағыштаған нығметі сансыз. Бірақ сол сансыз нығметтердің ішінде екі үлкен нығмет бар. Мағбунун фихима касиру минан наси. Адамдардың көпшілігі ол екі нығмет жайлы алданған. Яғни зиянды. Қалай зиянды? Ол екі нығметтің қадірін түсінбегендігі үшін. Ол екі нығметті Алланың жолында пайдалы қолданбағандығы үшін. Біріншісі әс-сиххату, яғни денсаулық. Екіншісі әл-фарағу, яғни бос уақыт. Қарап отырсақ, бұл хадистен денсаулық пен уақыттың қаншалықты нығмет екендігін, қаншалықты баға жетпес нығмет екендігін түсінеміз. Бұл хадистен ғұламаларымыз қаншама мағыналар шығарып, біз үшін дәрістер жазған. Солардың бірі Абдул-Фаттах Абул-Ғудда деген атақты ханафи ғалымы өзінің қиматуз заман айндал улама, яғни ғұламалардың назарында уақыттың құндылығы деген кітабында былай деп айтады: бұл хадистен біз мынаны ұғамыз дейді. Уақыт және денсаулық Алланың құлына берген баға жетпес нығмет екендігін. Өйткені ертең ақыретте Алланың құлынан есеп алуының себептерінің бірі де осы екі себеп болып саналады. Яғни ертең ақыретте өткізген уақытымыз үшін және денсаулығымыз үшін сұралады екенбіз. Бұған дәлел ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадисін риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: қиямет күні құл мына төрт нәрсені есебін бермейінше екі аяғы жылжымай тұрады дейді. Бұл не деген сөз? Есеп күнінің қиындығында, есеп күнінің машақатында душар болады дейді. Бұл төрт сұрақтың біріне өмірінен сұралады дейді. Яғни өмірін қайда өткізгендігін, өмірінде не іс істегендігін. Екіншісі денесінен сұралады дейді. Яғни денесін қандай жолда қолданғандығын. Үшіншісі малынан сұралады дейді. Қайдан тапқан және қайда жұмсағандығын. Төртіншісі ілімінен сұралады дейді. Қалай амал жасағандығы жайлы. Қарап отырсақ, бұл екі хадистен біздің ұғынатынымыз, ертең ақырет күні Алланың құзырына шыққан кезімізде әрбіріміз өткізген уақытымыздан, құртқан денсаулығымыздан сұралатындығымыз. Сондықтан да ағайын, мына карантина деген уақытта осындай бос уақыттарымызды босқа өткізбестен пайдалы іліммен, тақуалықпен, құлшылықпен айналысуға тырысайық. Және денсаулығымызды қауіп қатерге тігіп, көшеге шығудан сақтанайық. Қазіргі өйткені мынау жұқпалы ауру адам таңдамайды, жас таңдамайды. Сондықтан да Алланың берген нығметі болған денсаулығына қадірлейік ағайындар. Ва ахир дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.